Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін біз ашыған айраннан өте дәмді оладьи пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне азғантай тұз және де 3-4 ас қасық қантты салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып аламыз. Енді айранның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып, массамызға құямыз. Менде айран ашыған айран болған соң, реакциясын бірден беріп, осылай күшті болып көтерілді. Енді массамызға құйып, араластырып алатын боламыз. Оның үстіне жарты шай қасық қопсытқыш немесе ас содасын салып араластырамыз. Бұл бізде оладьидің жақсы көтерілуі үшін керек болады. Және де жұмыртқалы массамыздың үстіне барлығын бірдей қоспаймыз. 2-3 бөлікке бөліп салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырып аламыз. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Себебі осы каналға алда көптеген түрлі рецепттерді салып отыратын боламын. Оладьиіміз жұмсақ болып шығуы үшін үстіне осылай 2 ас қасық сұйық майды құйып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Массамыздың қоюлығы осындай болуы қажет. Яғни қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес, осындай орташа қаймақ секілді болуы керек. Енді орташа отта табамызды қыздырып, үстіне майды жағып, оладьиді 1 ас қасықтан осылайша құйып пісіретін боламыз. Қарап тұрыңыздар міндетті түрде, себебі тез піседі, күйіп кетуі мүмкін. Осындай көпіршіктер пайда болған кезде дереу аударып, екінші бетін пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, оладьи көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Барлығын осылайша пісіріп аламыз. Келесі оладьилерді пісіретін кезде де табамызды міндетті түрде майлап алуымыз керек болады. Мінекей барлық оладьилерді тура осылай пісіріп шығамыз. Неге оладьилердің барлығын пісіріп алдым. Менде 42 штук шықты. Үстіне варенье немесе бал қоссаңыздар, одан да керемет дәм беретін болады. Оладьилер өте дәмді болып шықты. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, подписка батырмасын баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім. Назарларыңызға үлкен рахмет.